Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен жаңғақты кекс рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: 2 дана жұмыртқа, 150 грамм қант, 100 грамм қаймақ, 60 грамм ерітілген сары май, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қопсытқыш, 200 грамм ұн және 150 грамм грех жаңғақтары. Ең алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Оның үстінен қантты салып араластырамыз. Одан кейін қаймақты саламыз, араластырамыз. Сұйық майымызды салып араластырамыз. Тұзды салып араластырамыз. Қопсытқышты ұнға салып араластырып аламыз. Содан кейін ғана оны дайын болған сұйықтыққа қосып араластырып қамырымызды дайындаймыз. Ол біздің қамырымыздың піскен кезде жақсы көтерілуіне көмектеседі. Дайын болған қамырдың үстіне 150 грамм жаңғағымызды салып, қамырымызды жақсылап араластырып аламыз. Кексімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут немесе 45 минутта пісіріп аламыз. Мінекей, біздің кексіміз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған бақыт. Достар, егер де рецепт сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.